ағылшын тілінен жай ғана қарапайым есімдіктерді өтетін боламыз. Бұл есімдіктер өте бәрімізге белгілі, түсіндірудің қажеті де жоқ деп ойлаймын. Ал егер түсінбейтін жандар үшін мен міндетті түрде түсіндіретін боламын. Қазақ тілінде бұл есімдіктер дегеніміз тікелей адамға байланысты емес, жай ғана нұқып көрсетілген кезде қолданылады. Мен, сен, ол деген кездерде қолданатын сөздерді айтамыз. Ағылшын тілінде мен деген I, сен деген you, he, she. He деген екеуі де ол деген мағына береді, бірақтан he деген ер балдар үшін, she деген қыз балдар үшін қолданады. Не себепті олай деген кезде бұлар өзінің сондай жынысына байланысты қолданатын сөздер болып есептелінеді. He мен she. Ал it деген ол жансыз затқа және жануарларға қолданады. Ол да ол деген мағынаны білдіреді. Ал оның демеушілері мынандай: I am, you are, he is, she is, it is. I am a doctor, you are doctor, he is a doctor. Артикльдерін күт. Осындайлар болып есептелінеді. Ал енді осының көпше түрін жазып көрсетейін. Біз деген we, сендер деген you, he is дегендер. Және бұл жердегі he, she деген ол кезде they болып кетеді. They, олар деген мағынаны береді. We деген біз, you деген сендер, they деген олар. Көрдіңіздер ғой. Бұл жерде де бұлардың демеушілері we дегенде демеуші болмайды. Бұда жоқ, мына we дегенде жоқ. Ал you мен they'де, мына they'де a. Мысалы, you are, they are. Осыларды қолдану арқылы сөздер шыға береді. You are. Мысалы, сендер кімсіңдер? You are student. They are student. Осылай кете береді. Ал енді тағы да бір есімдіктер болса мен түсіндірер едім. Тағы қандай қазақ тілінде. Және бір нәрсені түсініп кетейін салайын. Our деп айтылады. Біздің деген мағынаны білдіреді. Біздің. Және қандай тағы да бір түрлі сөздер бар ғой, білесіздер ма? Я тәуелдік бар, тәуелдік. My деген менің, your деген сенің, сіздің деп айтсаңыз да осыны қайтып қолдана бересіз. Ағылшын тілінде сіз деген, сен деген екі сөз, жай ғана your деген сөз айтады. Және his оның, her оның. Ал his деген ер балдарға айтылады, ал her деген қыз балдар үшін айтылады. Бұлар тәуелділік. Мысалы, my cat, your cat, his cat, her cat. Ал жансыздарға its болады. Its деген сөз. Бұл да оның. Жануарлар мен жансыз заттарға айтылады бұл. Жаңа түсіндіріп кеткем. Осылар. Тағы бір қайталап кетейін.
my менің, your сенің, his оның ер балдар үшін, her оның қыз балдарға, its оның заттар мен жануарларға. My cat, your cat, his cat, her cat. Қазақшасы менің мысығым, сенің мысығың, оның мысығы, оның мысығы. Бәрі түсінікті деген ойдамын, және біз Берипикс, мен Берипикс, және біздің каналға тіркеліп лайк басыңдар, және екінші рет тағы да осындай видеороликтер көретін болсаңыздар, коммент қалдырыңыздар. Міндетті түрде жаңа сөздер мен жаңа грамматикаларды үйрететін боламыз.